Көрініс сайысы ортада аралас арал. Махаббат пен достықтың орны бір бөлек. Ал әскердегі досының сүйікті қызын өзіне қалыңдық қылып алған досының орны қандай екен? Оны өздеріңіз қараңыздар. Бүгін келдім, бүгін хабарласамыз. Кел, отыр. Ауыл деген керемет екен ғой, күшті ғой. Ауыл ғана керемет емес. Не жаңалық өздеріңде? Не жаңалық? Мәселе сода болып тұр ғой. Айтсаңдаршы, не жаңалық? Не жаңалық? Жаңалықты ана кісіден сұраңыз. Мынау өлема не жаңалықтың бәрін? Жаңалықты құлай білер. Не жаңалық бар ауылда? Ой, жаңалық дейтінде жаңалықтың негізі. Ондай отты қатты жаңалықтың. Ауылдың өзін көрдің ғой, дым өзгермей, ештеңе өзгерген жоқ қой. Өзіңде не жаңалық? Сен әскерден сен келдің ғой, айтсам. Бізде деген жаңалықтың көкесі бар ғой. Жұдырыңа не болған? Бұл жұдырық не көрмеді десейші? Бүгінде біраз нәрсе көрейін деп тұрам. Осы жұдырыққа әскерде азаннан кешке дейін жағын айырасың, аузын сындырасың, рақат қой. Сен өлең айтқызып қоясың. Білгенің Пол жолғызасың. Не болды саған? Досыңды ұрмай шығарсың. Кімді? Не жылап отырсың? Не жылап отырсың? Қуаныштан ғой досым. Сағынған ғой. Сағынған ба? Бұл не деген қуаныш? Бұл не деген бақыт? Сендер не көріп жатсыңдар ауылда? Қызықтың бәрі армияда ғой. Әскерде. Бияқта не көріп жатсың десей? Не көріп жүрсіңдер ал ауылда? Бұл жақта той көріп жүрміз. Не той? Той, бетой. Құрметті құдалар, 8-ші столға жайғасыңыздар, таныс сөз ба? Айтпақшы, Айжан қайда? Мен күтіп алам деп еді, қақта жүр екен өзі? Айжан қайда? Айжан үйде ғой. Үйінде ғой. Кімнің үйінде? Кімнің үйінде? Вот кімнің үйінде? Мәселе сода болып тұр ғой, кімнің үйінде дегенде тырнақшаға алып қой. Жақсы де. Болды. Нағыласын, Толағай, тыңдама оны. Баяғы сол лыпылы ғой сол. Нағыласын. Досым, жұмыс істейсің ба? Жұмыс. Істеймін. Мына аралдың ар жағында Құланды деген жерде мұнай бұрғыланып жатыр. Со 15 күн жұмыс, 15 күн демалыс, 200 мың теңге айлығы бар. Жақсы ғой мынау. Істеймін, бүгін кету керек. Бүгін? Қазір кету керек. Бүгін келіп атыр ғой қаяқтан. Ауылда көрсін, тағы да көретін нәрселер бар дегенде. Әскерден бүгін келдің ғой, мен ата-анамды сағындым. Қасында болмайын ба шамалы? Айтпақшы, әскерден сендерге сыйлық алып келдім. Сыйлық? Қазір көрсетем. Сыйлықты, аузын жауып өтсеші. Тапсырыс бересіздер ма? Мынаның аузын тігіп тастайтын ине жіп, я болмаса бір скотч әкеп берші. Сіз? Жоқ, сен одан бітсей. Көп салфетка келсей. Неге? Қуаныштан төгілетін жас көп болып тұр ғой бүгін. Кетті ма? Қуандық аға емес па баяғы? Оған 20 мың теңге қарыз едім ғой, мен білесің ба? Келгені кеше ғой, қалай қарыз болушсын? Осы жерде әскерге кетіп бара жатқан кезде тойлаған жоқпыз ба? Сол ма? Айымдама, оны 20 мың теңгені Айжан төлеп тастаған. Қой, Айжан төлеп тастады? Не болыпты төлесе? Ештеңе болған жоқ. Қалай сонда деп отқан ғой мен өзім. Машинаға 20 мың теңге жетпей қалады молды. Қайдағы машина? Не айтып отырсыңдар сендер? Осы Айжан десе не? Бір жәрі түрлерің бұзылып, бір-бірінен бір нәрсе жасырып отқанда, я? Өмір заңы қатал, күнім батып таңым атар, сен біреуді ұнатасың, ол да соны ұнатады. Сен Айжанға үйленіп алдың ба не? Үйленіп алды. Айтшаш? Қой, үйленді ма не? Үйленіп алды. Құтты болсын, айтпайсың ба бағанадан бері?
Уайымдамаңдар, ей! Осыма жасырып отқандарың, мен деген Айжан екеуміз кетіп бара жатқанда жүрмей қойғанбыз. Қазір деген... Жүрмей қалдың ба не? Жүрмеймін ғой. Қазір деген мен Гауһармен жүріп жатырмын. Гауһар! Иә? Гауһар ше баяғы. Сейдіғалиева! Иә, Сейдіғалиева. Сол ғой менің қызым қазір. Өмірін ұрзаңы қатал, күнім батып таңым қатар. Сен біреуді ұнатасың, ол да оны ұнатады. Толағай, Жұмыс бар ма? жұмыс бар.